Түскен тәңір назары нұр дидарлы жүсіп қой, айдан артық ажары нұр дидарлы жүсіп қой. Өңіне жұрт балқыған, көңілі сырмен шалқыған, қақ жұпары аңқыған нұр дидарлы жүсіп қой. Лебізіне елтіген, айыққан ел дертінен, шаттық тауып көркінен нұр дидарлы жүсіп қой. Құдай оған күш берді, ілім хикмет ішкенді, дәл жоритын түстерді нұр дидарлы жүсіп қой. Бауырлары күндеген, сырттай сөгіп тілдеген, арам ойын білмеген нұр дидарлы жүсіп қой. Ойламайтын басқадам, бәлеге олар бастаған, бір құдыққа тастаған нұр дидарлы жүсіп қой. Бұрмай істі теріске, түсіп көктен еңіске, қағып алған періште нұр дидарлы жүсіп қой. Келмейтін бір ақылға, ағалары ұқсар бақылға, сатылған он бақырға нұр дидарлы жүсіп қой. Көрген жан асық болған, келбеті тасып толған, Зылиха ғашық болған нұр дидарлы жүсіп қой. Парқы болмай құлдардан, азапқа да шырмалған, мекен тапқан зынданнан нұр дидарлы жүсіп қой. Оймен асып ақылы, азат болған ақыры, аңыз болған аты ұлы нұр дидарлы жүсіп қой. Жүсіп пен Зылиха қиссасы. Жақып пайғамбардың 12 ұлы болды. 11-ші ұлдың аты Жүсіп еді. Ол елден ерекше, жұрттан өзгеше жан екен. Оның 7 қасиеті болыпты. Түс жориды, мұнтаздай таза жүреді. Ақ жарқын, сабырға берік, кешірімді, қанағатшыл, асқан сұлу. Әуелден ақырға дейін өмір сүретін кісі баласының ішінде сыр сымбаты Жүсіпке жетер бекзат ер болмаған және болмайды деседі. Тәңірі тағала өзінің сұлулық сипатынан бір тамшыны бөліп алып 100-ге бөледі. Оның 99-ын Хауа анаға дарытады. 18 мың ғаламда Хауа анадан асқан әдемі әйел болмаған. Қалған бір бөлігін және 100-ге бөліп 99-ын Жүсіпке шашады. Одан қалған бір тамшыны тағы да 100-ге бөледі. Оның 99-ын Қадиша, Ажар, Мәриям, Бәтима аналарымызға нәсіп етіпті. Олардан қалған бір тамшыны сансыз зәрреге бөліп, барша әйел затының үстіне шашыпты. Содан бастап әйелдер еркекке қарағанда ажарлы боп жаралады екен. Жүсіптің түр сипаты сипаттауға тіл жетпес көркем, сымбатты еді. Тәңірісі өзінің сұлулық сипатынан үлес бергесін айрықша қымбатты еді. Дидары 14-інде толған айды еске салады. Маңдайы мен самайынан шапақты нұр тарады. Көркі көрген кісінің көңілін жаулады. Жан ділін бірден бауырады. Жазық маңдайы айнадай жарқырады. Кереғарыс керілгенде мәрмардай жалтырады. Қос самайы күннің шұғыласындай арайланатын. Жанынан өткендер есінен адасып, аң-таң боп қарайлайтын. Көздері бейне бір пештің гауһары тәрізді. Бәлкім гауһар тастар 7 хат теңіздің түбінен теріп шығарған жауһар сияқты. Мөп-мөлдір әрі тұңғиық қырағы. Жүздескен жанның жүрегіне сыр құйып тұрады. Бір қараған жан арбалып жанарына сүңгіп кететін. Ақылынан айырылып, заматта мүлгіп кететін. Шашы жібектей желбіреп көрінгенде райханның жұпар иісі аңқитын. Иіскеген жан мас болып бейне бір көкте қалқитын. Жүзіне назар салған әйел есінен таңды. Ғашық боп күйіп жанды. Аш-жалаңаш пақырлар оны көргенде аштығын, сырқаулар кеселін ұмытып кететін. Сол үшін Жүсіп те ажарын ұдайы пердемен көмкеретін. Жүсіп сабырлы, һәм байсалды болып өсіп келе жатты. Әр істі ақылмен тоқып, жүрекпен пішетін. Әкесі 11 ұлым бір төбе, Жүсібім бір төбе деп, оны көз қарашығындай қоритын. Пайғамбарлық тізбекті бір жалғаса, осы Жүсіп қана жалғар, оның ақыл парасаты жетеді деп сенді. Қайда барса да жанынан бір елі тастамай, даналыққа баулады. Жүсіп те әкесінің әр сөзін құлағына құйып, кеудесіне түйіп өсті. Өзі атадан 12, анадан 2 еді. Шешесі толғақ үстінде жан тапсырды. Бірақ анасыз қалса да
панасыз қалмады. Жүсіп 10 жасында түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. 10 ағасымен бірге тал егіп жатыр екен. Бәрінің көшеті көгеріп көктейді, бірақ өспейді. Жүсіптің көшеті ғана алып бәйтерекке айналады. Жапырағы жайқалады. Өзге көшеттер бәйтерекке иіліп тағзым етеді. Жүсіп бұл түсін балалықпен бауырларына айтып қойды. Олар ашуланып, өтірік, өзіңді ұлықтау үшін болмаған түсті болды деп, ойдан құрадың деп Жүсіпке кейиді. Кеуделеріне күншілдіктің шоғы түсіп, бұл бала өстіп жүріп, пайғамбар болып кетпесін деп қауіптенеді. Жүсіптің түсі. Бір күні Жүсіп тағы түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. Салтанатты кең сарайда алтын тақтың үстінде отыр екен. Бүкіл халық оған қол қусырып тағзым етеді. Зыр жүгеріп қызметін қылады. Оң жағынан 11 жұлдыз иіліп тұрады. Сол жағынан ай мен күн тағзым етеді. Жүсіп бұл түсін әкесіне айтады. Жақып, балам, түсіңді бауырларыңа айтпа. Ібліс малғұн араларыңа от салып, ағайынды араз қылуы мүмкін. Менен басқа біреуге тіс жарушы болма дейді. Алайда олардың әңгімесін ас үйде жүрген қызметші әйел естіп қойып, ағаларына жеткізді. Ағаларының күншілдігі одан сайын қозып қоя берді. Оңбаған Жүсіп әкемізге жақсы көріну үшін түс көретін өнер ойлап тапты. Әйтпесе бәріміз де бір атаның баласымыз, неге сондай ғажайып түсті біз көрмейміз? Біз ғой желдің өтінде, түйенің соңында ит құспен алысып мал бағамыз. Сонда да әкеміз бізге мейірім шуағын молынан төкпейді. Жүсіп десе ет жүрегі езіліп тұрады. Астың жұмсағын бізге беріп, тонның қамқасын бізге жапса да, әңгімесінің хикметін соған ғана айтады. Өткендегі санау атамыз Ыбырайым Халилолладан қалған сәлдені соған берді. Бабамыз Ысқақтан қалған көйлекті соған кигізді. Сол баланың сәлдені көтеріп жүретіндей ақылды басы бар мекен деп Жүсіппен өштесе бастады. Ұлдарының күншілдігі әкесіне терең уайым болды. Бұлар неге ынтымаққа берік емес деп оңашада қайғыратын дерт тапты. Бір күні Жақып та түс көрді. Түсінде жаман іс көрді. Жайлаудағы жалғыз отауда оңаша отыр екен. Жүсіпті қасына алып ұйықтап жатыр. Осы кезде қырдан 10 аш қасқыр шыға келіп, бұларды қоршап алады. Жақып сойылын сілтеп үлгіргенше, олар Жүсіпті тартып әкетті. Әкесі шарасыз қалде ой байлап қала берді. Сол кезде ғайыптан тас шайнар көк бөрі атып шығып, 10 қорқауды ту талақай қылды. Қорқаулар баланы тастап зыта жөнелді. Кенет қара жер қақ жарылып, Жүсіп жер астына түсіп кетті де, ізім ғайым болды. Жақып шошып оянды. Бірақ көңілі талайға дейін күпті болып жүрді. Кімнен күдіктеніп, кімнен сақтану керегін білмей қор болды. Себебі Жүсіптің ағалары да қулыққа басқан еді. Олар енді кең пейіл, ақ жарқын, бауырмал бола қалды. Жылы жұмсақтың бәрін інісінің аузына тосып, оны қауіп қатерден қорып жүргендей көрінді. Сөз арасында Жүсіптің табанына кірген тікен біздің маңдайымызға кірсін, оған тигеннің жолында өлеміз деп жиі айтатынды шығарды. Әкесінің күмәні сейіліп, ағаларына да ескіріп, ынтымақтың қадіріне жеткен екен деп сүйсінді. Көктем келіп, күн жылып, жер шираған шақ еді. Жүсіптің ағалары аңға шыға бастады. Әке, Жүсіпжан қыс бойы тар үйге қамалып іші пысты. Бізбен аңға шығып, таза ауада сергісін, қырда қыдырып, өзенде шомылсын. Жайлау жайлай білмеген, малды айдай білмейді деген. Біз сияқты түйе бақпаса да, қозы бақып көрсін. Мал баққанға бітеді. Малды баға білсе, бабын таба білсе, кім біледі? Құт қонып, ырыс дарып, мыңғырған малдың иесі атанар деп қызықтырды. Жақып дүниеге қызықпайтын, байсалды пішінде. Ақымақтың мал табуға кемдігі жоқ, ақылдының мал табуға септігі жоқ деген. Жүсіп балам өте зерек, ілімге құштар, хикметке құмар. Мұндай бала ілуде біреу туады. Зерек бала мал бағып жарытпас, қойдың емес, ойдың соңында жүріп, бар малын қасқырға алғызар. Одан да өздерің ақ сол малды көбейтіп, қолдарыңнан келсе, оқуына жәрдем беріңдер деді. Оған дау бар ма әке? Болар баланың бетін қақпа белім бу деген. Әрине, Жүсіптің келелі келешегі үшін жан алысып, жан беруге дайынбыз.
айында араласпаса ағайын жат, жылында хабарласпаса жек жат. Ер жетіп қалған ініміз ағаларының да үй ішімен қоян қолдық араласып таныссын, ерт бауырларына жат боп кетіп жүрсе естіген құлаққа да жақсы емес деп әкелерін тығырыққа тіреді. Жақып сонда да сылтау айтып Жүсіпті жібермеудің жолын іздеді. Бірақ шалалығы кетсе де балалығы қалмаған Жүсіпті желік қысты. Ол да әңгімеге араласып: әке, туған бауырларыма неге жібермейсіз? Ол жақта аңға шығып, мал бағып, садақ атып, көкпар татып, тай жарыстырып қайтар едім. Үйде жатып зеріктім, бір жолға жіберіңізші деп жалынып отырып алды. Жақыптың жібермеске амалы да қалмады. Қамыққан күйде: әй балалар, бір Аллаға аян, Жүсіп ботам көзімнің нұры, көңілімнің қуанышы, жанымның демеуі, өмірімнің жебеуі еді. Қартайғанда одан айырылар болсам, өзімді мәңгі бақи кешірмеспін деп кемсең деді. Ағалары да жан жақтан жамырап: ағасы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Біз тірі тұрғанда оның тырнағы тұрмақ, бір тал шашы да түспейді деп мақтанды. Жақыптың 10 перзенті шетінен сен тұр, мен атайын дейтін батыр еді. Біреуі ұрандап жауға шапса, адам тұрмақ аңның жүрегі жарылып өлетін. Екіншісі атқан оғы жүзіктің көзінен өтетін мерген. Енді біреуі ат үстінде шауып келе жатып, түйенің құмалағын іліп түсер найзагер еді. Бір ұлы аты шулы сайыскер. Қос қылышын жалаңдатып ойнағанда жүзінен от шашады. Айтып айтпай не керек, бұл төңіректе Жақыптың 10 ұлына тең келетін батыр жоқ. Олардың қонысына залымдар тісін, дұшпандар тізесін батыруға дәті шыдамайды. Осындай нығметтер Жүсіптің де көңілін өсіретін. Ол бірде ағаларының күшіне тамсанып тұрып: ағасы бардың жағасы бар деген осы шығар. Мынадай ағасы көп адамға Құдай не керек деп астам сөйлеп қойды. Ағаларының алдауы. Жүсіп аңға шығар күні әкесі түнімен көз ілмей, оның ай дидарына тоймай, еміреніп, иіскеп шықты. Ертесіне ұлын шомылдырып, кекілін тарап, тұлымшағын желбіретіп, ең жақсы киімдерін кигізіп, ағаларына қосып, қырдағы малды ауылға шығарып салды. Өзі бір қырдың үстіне шығып, көзден таса болғанша баласынан көз алмай қарап тұрды. Жаратқанға жалбарынып, Жүсіпті бір Аллаға тапсырды. Жақыптың үлкен ұлы Рәбіл Жүсіпті мойнына мінгізіп, біраз жерге дейін ойнатып барды. Сосын Жахуда, одан соң Шамғұн үйден алыстап кеткенше қолдан қолға түсірмей, кезек-кезек көтеріп жүрді. Алыстадық дегенде барып, қаскөй пиғылын көрсетіп бастады. Шамғұн: ей Жүсіп, сен не, жайлауға дейін мойнымызға мініп бармақпысың? Аяқ қолың бар, өзің жүр деп 7 жасар баланы алдыға салып қуалады. Жүсіп не боп, не қойғанын түсінген жоқ. Ыстық күнде тікен қаптаған құм далада жалаң аяқ жалаң бас жаяу жүруге мәжбүр болды. Қарны ашып шөл қысты. Ас-ауқат ағаларында еді. Олар нәр татырмады. Әр ағасына бір жалтақтап су сұрады. Олар: түсіңде көрген бәйтеректі саяла деп мазақ қылды. Нан сұрап еді, түсіңдегі қамқоршы ай мен күннен сұра деп әжуалады. Жол азабын бір көрсе, ағаларының қорлығын екі көрді. Ерні кезеріп, маңдайы тершіп, балтыры талды. Жүруге жарамай еңбектеп барып құлады. 10 ағасы Жүсіпті қоршап алды да сөздің ашығына көшті. Әкеміз сені нағыз пайғамбардың тұқымы деп айтады. Пайғамбар Тәңірдің досы емес пе? Өлім досты досқа апарып жалғайтын алтын көпір деген. Уақыт оздырып қайтесің? Ана дүниеде күтіп отырған ұлы досыңмен неге тезірек қауышпасқа деп көздерін алартқан кезде Жүсіптің жүрегі аузына тығылды. Шошып кетіп, ең үлкен ағасы Рәбілдің аяғына жығылды. Ағатай, әкемнен соң арқа сүйер асқар тауым сен едің, мені құтқара көр деп жалынды. Рәбіл: әй, сен түс көргіш едің ғой, түсіңде бұл ажалдан аман шығудың жолын ешкім айтпады ма деп мазақтады. Жүсіп Шамғұнға жақындап еді, ол аяғымен әр аунатып итеріп жіберді. Ол енді Жахуданың алдына еңбектеп келіп: ағатай, жаның ашсын, үйдегі ең мейірімді жан сен едің ғой, мына бәледен құтқар деп зар иледі. Інісінің көз жасы Жахуданың жүрегін жұмсартты. Ол бауырларын райынан қайтармақшы болып, Жүсіпті өкпеге қисақ та
өлімге қалай қиямыз, мұндай зұлымдыққа қолымыз қалай бармақ, ол да бауыр етіміз ғой, пайғамбардың тұқымы, ертең қияметте Тәңірі алдына барғанда не жауап береміз деді. Мына сөзге Рәбіл мен Шамғұн ашуланып, ей Жахуда, сен өйтіп құбылма, жүрегің езіледі екен, неге басынан айтпадың, әлде ақыретің енді есіңе түсті ме? Қайталанған дерт жаман, қайта бұзылған серт жаман деген Жүсіптің көзін жоямыз деп келістік пе? Сертіңде тұр деп жеке сөйледі. Олардың көздері қызарып, беттері түтігіп кетіпті. Алған бетінен қайтар түрі жоқ. Жахуда мойынға қан жүктегісі келмей, Жүсіпті тағдырдың тезіне салмақ болды. Ол, ай, бауырлар інісін кескілеп өлтіріпті деген ат жаман. Жақын маңда Нұх пайғамбардан қалған 40 құлаш құдық бар. Оны бір заманда Нұхтың үлкен ұлы Сам қазған еді. Суы ащы болғасын қараусыз қалып кеткен. Қазір оның ішін бақа шаян, құрт құмырсқаның мекеніне айналған. Аяқ қолын байлап, сол құдыққа тастайық. Қолды қанмен былғап қайтеміз деді. Бәрі бұл ұсынысты қош көрді. Жүсіптің бар киімін сыпырып алып, шыңырау құдықтың басына дедектетіп, сүйреп әкелді. Жүсіп, тым болмаса жейдемді қалдырыңдар, тірі жүрсем әуретімді жабар, өлсем кебінім болар деп жалынды. Ағалары сөзіне құлақ салмады, аяғына арқан байлап құдыққа түсіре бастады. Ортасына жеткенде Рәбіл, талқаның таусылмаса табытқа да түспессің деді де арқанды кездігімен қиып жіберді. Осымен іс бітті. Жүсіптің шыңғырып жылаған дауысы құмығып барып мүлде естілмей кетті. Ағалары аттың басын кері бұрып ауылға қарай шаба жөнелді.